Сәлем қайырлы күн достар. Енді көп санды кісілердің сұрағы май насосты қалай шешеміз, пероданы қалай шешеміз деп көп кісілер сұрап жатады. Мысалы алдыңғы видеода магнит жақта, яғни динамо жақта шешіп көрсеткенбіз. Және тоқтарын барлығын бірқатар таныстырып өттік. Енді бүгін перода жақта шешіп көрсетейік. Бізбен бірге болыңыздар. Осы видеоны көріп отырсаңыз, сізге пайдасы тиетіні анық. Каналға тіркеліп жазылып алыңыз. Міне бұл пероданы ажыратып қосып тұратын рычагы. Болттарын толық шешіп алғаннан кейін бұл рычагты қатты қысу арқылы крышканы ашып алуға болады. Егер оған да ашылмай жатса, резина немесе ағаш балға арқылы тоқылдатып крышканың ашылуына көмектесуге болады. Бұл жаңға қақпақты шешіп алған кезде перода мен рычаг екеуінің ортасын жалғап тұратын кішкентай таяқша темір болады. Көп жағдайда осы қақпақпен бірге қысылып кетіп қалады. Соны міндетті түрде алуды ұмытпаңыздар. Егер ол орнына салынбай қалса, моторды жинап қайтадан қойған кезде перода мүлдем ажыратпай жұмыс жасамай қалады. Міне осылай бұл саңырауқұлақты шешетін кезде фигурный отверткаларыңыз шұрыпқа тура түсу керек. Толық үйтпеген жағдайда жаңағы шұрыптың резі кетеді. Одан кейін бұны ұрып шешуге келмейді. Біраз әурешіліктер тудырады. Сондықтан міндетті түрде отвертканы дұрыс таңдау керек. Енді бұл саңырауқұлақты бір кісілер май насос деп жатады, бір кісілер фильтр деп жатады. Енді бұл негізі май жолын жалғап тұрған қоспа. Май насос айдап берген майды ортадағы кәлім балға өткізетін жердегі қоспа. Енді бұның обороты қатты болғандықтан бұл бір жағы фильтрлік деп рөл атқарады. Енді бұл саңырауқұлақ ортадағы кәлім балға 4 кетікті болтпен бекиді. Енді бұның өзінің арнаулы шешетін кілті болады. Егер кілті жоқ болған жағдайда, оң жақтағы көрсеткендей 22-ші кілттен дәл осындай қылып қолдан жасап алсаңыздар да болады. Бұл болттың ар жағында шайбы бар. Енді бұл шайбының басқа шайбаларға ұқсамайтын ерекшелігі ойық шайбы. Салған кезде ойық беті ішіне қарап салынады. Міне бұл перода мен рычаг ортасын жалғап тұрған темір. Міне әзірге шешіп отырғанымыз 5 болтпен ұстап тұрған перода. Енді бұл пероданың санына және мотоциклдің объемына байланысты 4 болттық, 5 болттық, 6 болттық, 8 болттық болып өзгере береді. Десе де бұлардың негізгі жұмыс жасау қағидалары бірдей. Пероданы қысып ұстап тұрады. Спиленаны басқанда ажыратады, спиленаны қой бергенде ұстап қалады. Моторды қайта жинағанда осы ұсақ дүниелерге қатты мән бергені дұрыс. Бұның біреуі дұрыс салынбай қалған жағдайда перодаңыз дұрыс жұмыс жасамай қалады. Мынау баспамыз, одан кейін патчник салынады. Патчниктен кейін барып фотелка салынады. Бұл фотелкіден кейін пероданы ажыратып қосып тұратын бұл кішкентай теміріміз бар рычагтың арқасында. Бұның біреуі дұрыс салынбаған жағдайда перодаңыз ажыратып қоспай қалады. Бұның барлығы осы екі ортадағы пружиналардың көмегімен болады. Енді бұл моторда пероданы негізгі балға стопор арқылы орнатқан. Енді кейбір мотоциклдерде дәл бұл стопордың орнында болтпен, гайкамен бекиді. Әрқандай мотоциклдің
ерекшелігіне байланысты әртүрлі болып келеді. Бұл толық комплект деп бұйырады. Бұны жеке-жеке шешу туралы әртүрлі видеолар бар, кіріп қарасаңыз. Бұл комплектіден кейін үлкен қазан екі ортада шайбы болады. Ортасында тістері бар шайбы. Одан кейін үлкен қазанымыз тұрады. Ал мынау мотормен каракүл қосып тұрған шештеріне. Бұл балансировочный бал мен кәлім балды қосып тұрған екі шештеріне. Бұл тек қана балансировочный балы бар моторларда ғана болады. Енді бұл екеуін жинайтын кезде міндетті түрде меткеге қарағандарыңыз дұрыс. Өйткені кәлім бал мен балансировочный бал екі ортасындағы шештеріне метка болады. Сіздерге қазір жақындатып көрсетейін. Мына екі нүкте бір-біріне толық беттесу керек. Егер бұл екі нүкте, яғни бұл зажигание тура келмеген жағдайда кәлім бал мен балансировочный бал бір-біріне соғылып қалады. Енді бұл скоростьті айырбастап тұратын рычагымыз. Енді скоросттың педалы сол жақта болғанмен скоростьті айырбастау оң жақта жұмыс жасайды. Демек, мотоцикліңіз дұрыс скоростьқа түспесе, оң жағын ашып көресіз. Яғни передо жағын ашып көресіз. Бұл жақта жаңағы скоростьті айырбастау барлығы осы жақта жұмыс жасайды. Бұның түбінде көп жағдайда шешілгенде осы жұқа шайбы қалып қалады. Міне мынау біздің негізгі май насосымыз. Жаңағы кәлім балға да, моторға да барлығына осы май айдап береді. Сіздерге түсінікті болу үшін мен қауырсынын бөлек шешіп алайын. Негізі қауырсыны мен арғы корпус бірақ шешіп алуға да болады. Бұл жаңағы қауырсындар әртүрлі болып келеді. Қауырсындар тек осындай кішкентай стопормен ғана бекиді насосқа. Ал мынау май насосты айналдырып беретін қауырсын шештерінеміз. Міне бұл көп кісілердің шеше алмай хабарласып жататын балансировочный балдың шештерінасы. Енді бұл кезде көп кісілердің қателесетіні бұл жердегі болттың, яғни гайканың теріс рездігінде ғой. Әдеттегі болт гайкалар солға қарай бұрасаңыз шешіп алынады. Ал бұл соның керісінше. Солға қарай бұрасаңыз бұл қатаяды. Солға қарай бұрағанда. Ал оңға қарай бұрасаңыз шешіп алынады. Осы бастан көп кісілер қателеседі. Бұны шешеміз деп наоборот қатайтып алады. Сондықтан көп адамдар шеше алмай жатады. Болттан кейін өзінің сатылы шайбысы. Одан кейін шештерінеміз. Шештерінеміз стопормен беккендіктен бұл қатты болу керек біраз. Біздің шештерінеміз бос алынды. Демек, бұл дұрыс жұмыс жасамай тұр деген сөз. Яғни міне стопор шештерімен бірге шықты. Бұл дұрыс емес. Ал мынау моторға да, балға да май айдап беріп тұратын нағыз май насосымыз осы. Ал енді мынау кәлім балды балансировочный балға қосып тұрған шештеріне. Бұл да жаңағы стопормен беккендіктен оңайшылықта бірден алына қоймайды. Осылай ақырын шығару керек. Енді жаңағы алдыңғы шестернада дәл осылай алыну керек еді. Ол бірден бос болып шықты. Демек ол моторда шуыл бар деген сөз. Яғни мотор балансировочный бал мотордағы дірілді азайту үшін қойылады. Ал жаңағындай бос алынған жағдайда оның өзі қосалқы шуыл болып кетеді ғой. Яғни қосалқы діріл. Мотор соғып айналады.
Ал осы жұлдызша арқылы мотоциклдің коробкасындағы скорость айналып түсіп отырады, ауысып отырады. Ал енді осы әр скоростьқа түскенде соны ұстап қалатын тиягі бар. Осы жұлдызшаның кетігінен түсіп ұстап отырады әр скоростьты. Міне бұл жаңағы айтқан тиягіміз пружинамен әр кетікке түсіп скоростьқа салған сайын әр скоростьты ұстап отырады. Басындағы кішкентай ролик скоростьқа түскенде айналып тұрады. Бұл ең бірінші тұрғаны балансировочный бал. Одан кейін колимбал. Ең соңында тұрғаны коробка. Перодамыз барлығы осы цистернада тұрады. Келесі видеода комплектті коробканы ашатын боламыз. Каналға жазылып тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.